Мына менің қолымдағы құжат Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романының алғашқы беті. Автор 1942 жылы осы кітапқа қолтаңбасын қойып, белгілі актер Серке Қожамқұловтың жары Мәликеге тарту еткен екен. Абай деген атпен латын әліпбиінде шыққан кітаптың алғашқы беттері Алматы қаласының мемлекеттік архивінде сақталған. Биыл бұл қолжазбаға 75 жыл толып отыр. Қалалық архив қызметкерлері ұйымдастырған ерекше көрмеге қорда сақталған құжаттар қойылған. Бұлар 1930-40 жылдарды қамтыған әртүрлі тақырыптағы мақтау қағаздары, анықтамалар, кадр бөлімінің есеп құжаттары, сот ісіне байланысты қаулылар, еңбек кітапшалары мен әскери және комсомолдық билеттер. Мына бір құжат нөмірі 174 қордан алынған Арал теңізіндегі жұмысшыларға жаңа піскен нан саудасын жүргізу туралы қаулы. Ал мынау педагогикалық училищенің мектеп бөлімінде оқыған студент Хасиет Супикованың білімі мен тәртібіне қойылған бағалар. Ерекше тоқталғым келіп тұрғаны, бүгінгі таңда бізде іс қағаздарында кездесе бермейтін мынау жөнеу деген бір іс қағазы тұр. Ол жөнеуде қарасақ, бір қызметкердің басқа қызметке ауысуына байланысты көрсетіледі. Бұл енді бүгінгі таңда жолдау қағазы болса керек деп ойлаймыз. Сонымен қатар бұл құжаттар латын тілінің бүгінгі таңда өзектілігін дәлелдейді, себебі бұл құжаттардан оқудан ешқандай қиындық туындап тұрған жоқ. Сәкен Сейфуллиннің баспасөз бетіне шыққан Хан Кене жайлы мақаласы да көрме төрінен орын алыпты. Тағы бір тарихи туынды Халифа Алтайдың Атажұрттан Анадолыға дейін атты еңбегі. Биыл туғанына 100 жыл толып отырған қайраткердің бұл шығармасы күллі түркі әлемі үшін аса құнды. Көпшілікті қызықтырған шағын көрме қорда сақталған мыңдаған тарихтың бір бөлшегі ғана. Таж Мұхаммедов Атағали деген кісінің статьясы 116 статья 27 ноябрь 35-36 жылдардағы ашылған іс екен. Статьясы 116. Архив мамандары қордағы латын әліпбиімен жазылған құжаттарды әлі де қарастырып ретке келтіру үстінде. Бұл аса ыждахаттылықты талап ететін еңбек. Зерттеген сайын тарихымызды терең түсінуге мүмкіндік ашатын жұмыс жалғасын таба бермек.